Nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizdeki tuz gibi yakıştın tenime. Nakışta iplik, bakışta Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен фиалка гүлдерім гүлдейін деп тұрған екен. Соны қалай гүлдетуге тырыстым, сол жайлы айтып өтем. Яғни бұған дейін мен фиалка гүлін онша өсіре алмайтынмын. Себебі фиалка гүлім көбіне гүлдемейтін, немесе жаздың күні жапырақтарын тастап, сарғайтып, бірде шөлдетіп аламын, біресе су құямын, астыңғы жапырақтарын сарғайта беретін. Ал қазіргі жағдайлары жақсы, байқап тұрсаңыздар. Менде видеода астына түсіп қарасаңыздар, бұлардың жағдайы кішкентай болатын горшокта тұрғанда. Мен оларды алдында фитильный полипке ауыстырдым. Яғни фитильный полип қалай жасадым и топырағы қандай болды, сол үшін соны айтып өтемін. Қазір мына байқасаңыздар, бутондары бар, қазір көрсетейін, гүлдейін деп тұр, барлығы. Міне, мына жерден көрінеді ма? Міне бутон келе жатыр, мына жерден де тағы бутондар. Бұйыртса гүлдегенде тағы көрсетемін, міне бутондары. Гүлдегенде көрсетемін. Просто гүлдеуге қалай жаңағы жолдарын қарастырдым, не амал жасадым, соны айтамын. Және фиалка гүлім гүлдемейді, фиалка жайлы сұрақтар көп туындап кеткеннен кейін өзімнің тәжірибеммен бөлісейін деп шештім. Негізі мен қатты фиалканы бүйтіп гүлдетіп бүйтіп өсіріп жүрген жоқпын. Өзімдегі бар бір жапырақтан көбейткен фиалкаларымнан өспей тұрған жерінен қандай тәжірибе қолдандым, сол жайлы айтып өтейін. Мына бірінші очередь фитильный поливке ауыстырдым. Фитильный полив яғни жаңағы тоқыма жіпті горшоктың астынан өткіздім. Міне, тесігінен өткізіп, суға тиіп тұратын қылып, су құйып, соған салып қойдым. Екінші очередь топырақ жайлы айтып өтейін. Мыналар стаканда тұр. Мына байқасаңыздар, стаканда тамыры толған кезде гүлдейді дейді. Фиалкаларда тоже күшті жоғары қарай жұмсап. Бұда да міне бутоны тұр. Міне гүлдейін деп бутоны келе жатыр. Гүлдегенде тағы да түсіремін. Қазір негізі мынау стакандағыны тамыр толды, горшокқа ауыстыра берсе болады. Бір қол тигенде горшокқа ауыстыратын боламын стакандағыны. Мына қазір топырағын айта кетейін. Гүлдеу үшін қандай топырақ қолдандым? Кәдімгі универсальный топыраққа агробальт араластырдым. Агробальт яғни жаңағы торф, соны соған мынау пенопласт шарик араластырдым. Яғни пенопласттың шариктері. Бұл жаңағы топырақ бірін-біріне тығыздалып қалмас үшін және фиалка гүлдеріне су көп құйылып кетпес үшін арасынан ауа жүріп тұрады да, тамырлар дамуына жақсы. Соған жақсы. Сосын мына составпен жасадым топырақты. Егер астына ссылкасын тастап кетейін, топырақтың қалай жасалу составын, құрамын тура солай жасап көрсеңіздер, фиалка гүлдеріңізді гүлдетуге болады екен. Немесе жаңағы составтарын айта кетейін. Агробальт, универсальный топырақ, сосын мына сиалит деген витамин, яғни гүлдерге арналған арнайы витамин, сосын жаңағы постоянно витамин құйып жүрмейсіздер. Бұл фиалкаларға жаңағы топырағына бір араластырып қойсаңыздар жетеді. Сосын мынандай микроэлемент гүлдерге арналған. Міне, осыларды скриндап алсаңыздар болады, немесе видеоны сақтап алып, осы составпен жасап көрсеңіздер болады. Угілді білетін шығарсыздар, бәріңіз. Қара қостым. Міне осыларды араластырдым да, араластырып топырақ жасадым. Және перлит қостым и вермикулит қостым. Осы составпен жасадым. Яғни осы составпен жасап көрсеңіздер болады екен, гүлдейді екен. Мен осындай топыраққа араластырып отырғыздым. Және фитильный поливке ауыстырдым. Бәрін ауыстырып жібердім. Сонымен қалай осы топыраққа егілді, фитильный поливке қойдым. Сразу өсіп бастады.
фитолампаның астына да қойған жоқпын. Негізі көбіне фиалканы фитолампаның астына гүлдетіп жатады. Менде батыс терезеде тұр. Фитолампа жарық жақсы түсіреді ғой, сондықтан бұларға жарық жеткіліксіз болса гүлдемейді негізі фиалкалар. Менде батыс терезеде гүлдеп тұр. Ешқандай фитолампа қолданып жүрген жоқпын күндізде, түнде де. Себебі фитолампаның астында менде атроскалар толып тұр. Фиалкаларға орын жоқ. Бұлар орын алады. Бұлар батыс тереземде тұр. Мына осы кішкентай бір жапырақтан көбейген болатын. Бұны мен кішкентай стаканға егіп қойған болатын. Енді жаңадан алып келе жатыр. Мына бәрі жағдайы жақсы өсіп жатыр. Тамырлары толып кеткен. Енді бұйыртса горшокқа ауыстыруым керек, қараңыздар. Кішкене ғана үлкен горшокқа ауыстырамын. Енді бұларға суына витамин қосайын десем, мына астында тұрған суынашы. Мынау негізі жаңағы суына қосайын десем, топыраққа витамин араласқан ғой. Мына витаминдер керек жарағы араласқан болғандықтан, уже жаңағы топырақтың құрамында өте ауыр болып кете ма деп тұрмын. Сөйтіп гүл жаңағы тамырлауы, жаңағы өсуіне витамин көп құйылса да қажет емес. Сондықтан суына пока ешқандай витамин араластырып жүрген жоқпын. Кәдімгі су құйып қойып жүрмін. Міне анда-санда бір осындай суын бір шайып ауыстырып тұрамын, төгіп тастап. Міне әйтпесе мынау суының түсі бүлініп кетеді да, жаңағы тамырының гүлдің шіртіп жібереді. Сондықтан тек қана суын ауыстырып тұрамын. Жылы су, қайнаған, қайнамаған емес, кәдімгі комнатный температура жылы су. Міне байқасаңыздар, сіздерге әйтейін көрсетейін деп төккен жоқпын. Қараңыздар, су жап-жасыл болып, мутный болып кетеді. Осы да гүл тұра берсе, мысалға жіп арқылы суды ішіп тұрады ғой. Міне жіп арқылы су барып тұрады. Бұзылып кеткен суды ішсе, гүлдің ауруы мүмкін, грибковый небір аурулар ұшырауы мүмкін. Сондықтан осы суды мен төгіп, жаңасын ауыстырып жүрмін. Жақсылап жаңағы жуып аламын, ыдысын аямай. Сөйтіп барып суын ауыстырып қойып жүрмін. Себебі ішінде кір су, лас су, ол еш пайдасына келмейді гүлдерге. Осылай бір шайып тазалап аламын да, ауыстырып қоям. Қатты кір болған кезде ғана ауыстырып қоям, болды. Міне осылай су құямын. Витамин әзірге құйып жатқан жоқпын. Мүмкін болашақта құйып қалатын шығар. Оны да құйсам, дозасын бәрін видеоға түсіріп көрсететін боламын. Міне сулар тазаларын ауыстырып жатқан жоқпын. Сулары бұзылып кеткендерін ауыстырып тұрамын. Ерінбей. Міне қараңыздар, сулары бұзылып кетіп жатыр. Өткенде ғана ауыстырғам, сонда да бұзылып кетіп жатыр. Соны ауыстырып қоямын қазір. Сол осындай топырақпен жаңағы фиалкаларыңыз гүлдемей тұрса, негізі фитолампаның астына қойсаңыздар, осындай жасасаңыздар гүлдейді. Болмаса жарық жеткілікті терезеңізге қойып, осы топырақтың составымен жасап көрсеңіздер, және фитильный поливке ауыстырып тастаған жақсы екен. Себебі жаңа мен қайта-қайта біресе шөлдетіп алып, біресе суын көп құйып жүргенмін. Ондай болмайды. Бір жақсы жері осы бір ыдысын шайып қойып қоям, таза тұрады. Міне жібі арқылы осы су ішіп тұрады. Жібін сап қойдым, астынан көрініп жатыр ма сіздерге? Осылай тұр бәрі. Жағдайлары жақсы, жапырақтары сарғайтып жатқан жоқ. Бір-екі жапырақ енді анда-санда болады. Негізі жалпы түр бастары жағдайы жақсы. Бәрінде бутон бар, гүлдейін деп тұр. Негізі осы дұрыс екен фиалкаға. Бір кісі өсіретін осы фиалканы жақсы. Содан сұрай едім, осылай фитильный поливке жаңағы топыраққа осындай пенопластовый шарикті көп деп аямай араластырып агровальтқа отырғызып таста деген болатын. Мен оған өзім топырақ жасап, мынандай жаңағы қоспалар жасап еккен болатын. Өзіме ұнады. Жағдайлары жақсы.
осылай жасап гүлдеп көрсеңіздер болады. Кеңесіммен бөлісіп жатырмын. Ары қарай өздеріңіз білесіздер. Енді мүмкін менен де жақсы гүлдететіндер бар ғой фиалканы. Қалай гүлдетіп жүрсіздер, қандай топыраққа егіп жүрсіздер, кеңестеріңізбен бөлісе кетсеңіздер, менде ары қарай мүмкін мынау гүлі үлкен қанық болу үшін де витамин құю керек шығармын. Сол жайлы кеңестеріңізбен бөлісе кетсеңіздер қуанып қаламыз. Астында комментарияға жазсаңыздар, может біреуге пайдасы тиіп қалар мүмкін фиалка гүлдете алмай жүргендерге. Мендегі тәжірибем барым, білгенім осылай жасадым. Енді осы бойынша өсіретін боламын мен фиалкаларымды бұйыртса, гүлдегенде тағы түсіретін боламын. Рахмет, менімен бірге болғандарыңызда парақшама лайк басып, қоңыраушаны басып тіркеліп қойсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар.